Сәлем достар, сіздермен Сандуғаш. Бүгін сіздермен сметанник дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, подписация етіп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сметанникке керек заттардың барлығы міне. 1 жұмыртқа тестасына, ал 3 жұмыртқа начинкасына пайдаланатын боламыз. Ең алдымен ұнға майды салып, онымен араластырып, міне осындай крошка болғанға дейін жасауымыз қажет. Кейіннен 1 жұмыртқаны тестаға салып араластырамыз. Үстіне қантты салып жұмсақ тестаны жасайтын боламыз. Тестаны жарты сағат немесе 20 минут аралығында морозильникке салып қоюымыз қажет. Начинкасына келетін болсақ, 350 грамм қаймақты весігі өлшеп аламыз. Одан кейін біз 3 жұмыртқаны салып, үстіне қантты салып араластырып аламыз. Араластырылған начинка осындай кішкене сарғыш түстес болып, сұйық қалыпта болуы қажет. Холодильниктен шығарылған тестаны шығарып, кішкене ұн сеуіп жайып аламыз. Менде диаметрі 26 сантиметрге дайындап алдым. Оны формасына қарай кесіп алып, тефлоновый коврикке жайып, шет-шеттеріне бортик жасайтын боламыз. Яғни менде дайындап қойған тесталар бар, соған бортик жасадым. Осындай бортик болып шығуы қажет. Оның үстіне дайындалған начинкамызды құятын боламыз. Начинка сұйық қалыптағы болуы қажет. Міне начинкамыз бортиктің үстіне жақын жерде орналасқан болады. 180 градуста қыздырылған печкаға 40-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне достар, менің сметаннигім дайын болды. Жартысын кесіп сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Менің видеом ұнаған болса, подписация етіп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар.